Қазақтың биі Айтекенің кесенесі Өзбекстанның Науаи облысында орналасқан. Атаулы датаны жергілікті әкімдікпен бидің атындағы қоғамдық қор ұйымдастырып, 3 күнге жалғасқан сәні мен салтанаты келіскен шара бірнеше елден жиналған қалың қазақтың басын қосты. Халықаралық шараға келген қонақтар алдымен Нұрата тауы маңындағы кесенеге табан тіреп, Құран бағыштап ас берді. Жоғарыда айтылғандай, Айтеке бидің жатқан жері қайда екені бертін келе ғана белгілі болды. 2009 жылы қалың қазақ елі саяси қайраткерлер мен екі елдің арасын біріктіріп жүрген азаматтардың сеп болуымен кесене бой көтерді. Осыдан 15 жыл бұрын мен Қазақстанның Өзбекстанда елшісі едім. Сонда осы Нұрата аймағына келдік. Нерде үлкен бейіт бар екен. Бұл бейіт 2-3 мың жылдық бейіт. Өзбек, тәжік, қарақалпақ, қазақтар жатыр екен. Сонда мен түсіндім. Тіліміз де бір, дініміз де бір, базарымыз да, мазарымыз да бір деген дүние сол екен. Біз бір халық. Осы бейітті Нұрата жерінде Ұлы Сейітқұл әулие жатыр дегенді естіп, іздедік. Тауып алдық. Сөйтсек қасында кішкентай ғана мынандай тасқа Айтеке би деп жазып қойыпты. Сонымен не істейміз? Бұған қандай әрекет жасаймыз деп. Шады дейтін үлкен ақсақал бар екен, соның үйіне бардық. Соң ол кісі айтты, талай адамдар бұны әрекет деген, облыстың әкімі әрекет деді, бұны жасай алмайсыңдар деді. Тек Ислам Абдуғанич Каримовтың рұқсаты болу керек деп. Сосын мен ол кісінің алдынан өттім, рұқсатын алдым. Мансуров дейтін азаматты таптым, ол кісі ол кезде министр. Сөйтіп ақылдасып, 6 деді, бізде заң солай деді. Сонысы ол енді екі бабамыз жатыр, қалай болады дедім. Заң өтірмейді деді. Оған деді, рұқсат алу керек деді. Сонысы мен үлкен ақсақалдар шақырдым Астанадан. Мырзатай, Жолдасбеков, Ақсөлеу, Кекілбаев, Әбіш Кекілбаев. Ақылдастық не істейміз деп. Сонысын айтты, енді заң көтермесе 6 соң көтеру керек деді. Бірақ кейін ретін тауып, сөйтіп бұны 15 метр ұзындығы, 11 метр биіктігі, 9 метр ені, сондай жоба жасадық. 380 жылдық мереке қарсаңында кешен маңнан киіз үй төгілді. Мұнда зиярат туризмі бойынша келетін халықтың нөпірі көп болғандықтан тынығып, бой сергітетін орынды осы аймақта туып өскен, бүгінде Тараз қаласында тұрып жатқан елге танымал әнші Ернар Айдардың әкесі сыйға тартты. Біздің ұлттық брендіміз, ұлттық мақтанышымыз, қазақ ұлтының бренді мынау киіз үйді, қар үйді осы жерге мынау тартып өткелі жатырмын, отбасымның атынан, балдарымның атынан осы киіз үйді. Бұл киіз үйдің өзі негізі менің жаңағы ойлағаныма осы киіз үйді осы жерге құрамын дегеніме бір жыл болмаса да бір жарты жылдың кезеңі болды. Себебі осы киіз үйге бір күні келгенімде осы жерде бір ерлі-зайыпты кісілер отыр екен. Ерлі-зайыпты қонақтар. Сіздер неғып жүрсін деп сұрап тастағанда осы жерге келіп едік. Біздер бөпелі бола алмай жатырмыз. Сол бөпелі болмаған үшін осы жерде келіп жатырмыз деп еді. Соған менде сол кезде маған ой туды. Осы киіз үйді қысын жазын тұратын қылып істеуім керек деді. Сол мақсат мұратыма жетіп, мына көріп отқандай мына ойды, мына идеяны өзім таптым осы. Сол ойлаған идеямызды міне бүгін сіздерге тарту етіп жатырмыз ағайындар. Киіз үй қазақы нақышпен, оюмен өрнектелген. Сондай-ақ қарлы жаңбырлы күндері су өтпесін деп сыртынан шатыр орнатылған. Игілігі мен сауабы мол сый тартуды жасауға 1 жылдай уақыт кетті дейді Жаңабар Айдардың ұлы мен жұбайы. Ата-бабамыздан келе жатқан сөз бар ғой, аруаққа құрмет, мұсылмандық міндет дейді. Сосын туған жерге тағзым дегенде бір тектілік. Сосын мен әкеме шексіз алғысымды айтамын. Бұл әкемнің өзінің арманы, идеясы қатты уайымдады, бірақ осыны бітіруім керекпін тойға деп. Қазір өзімде көріп қатты қуанып отырмын. Аллаға шүкір, Алла разы болсын. Екі елдің Алла тағала ауызбіршілігін берсін. Біз зиярат қылып келгенімізде атаның басына сол жердегі имам кісі мына жерге бір қазақы қар үй керек болып жатыр деген. Сонан Жакең бірден оны қабылдап алып,
жарайды онда атаның басына менен бір сый болсын деп осы қар үйді осы жерге тігуді қолға алды. Енді оған 2023-те қар үйді біз тігіп бергенбіз атаның басына. Енді 2024-те сол қар үйдің үстін жауып, әдемілеп ел халыққа сый ретінде тартып отыр. Ел халық осы жерге келіп зиярат етіп, жаңағы шаттанып, осы қар үйге дем алып, зияраттарын жасап, намазын оқып кетуге болады. Әйтеке би қазақ халқының қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған алтын ғасырында билік еткен, төрегілігімен елге танылған. Оның шешендігі мен әділдігі тек қазақ арасында емес, өзбек, қарақалпақ сынды бірнеше елге аты мәшһүр болған. Оның бір дәлелі ретінде айтулы шараға қос ел азаматтарының ғана емес, Қарақалпақстаннан да көптеп келген халықты айтуға болады. Қазақ елі, Өзбекстан елі, Қарақалпақстан елі, баршаңызға осы Әйтеке бабамыздың 380 жылдық мерейтойы құтты болсын. Мына зираттарың қабыл болсын. Ақын Абай атамыз айтқандай, өлді дегенге бола ма, айтыңдаршы, өлмейтін артында сөз қалатын деп айтқан еді. Соның нәтижесінде бүгін біз үш қазақ, өзбек, Қазақстан мен Өзбекстанның ауызбіршілік достығының арқасында кіші жүздің биі Әйтеке бидің 300 жылдық тойын кең тойлап жатырмыз. Барлық Қазақстаны бар, Қарақалпақстаны бар, Өзбекстанның барлық облыстарынан қазақ ағайындар, Қарақалпақ ағайындар, өзбек ағайындар болып жиналып, бабамызға Құран бағыштап, жиналып, бір жақсылық іс жүргізіліп жатыр. Науаи облысының әкімшілігінде, Нұрата қаласының әкімшілігінде, Нұрата қаласының жұртшылығына, міне бүгін барлық ағайын туыстар осыға жиналып, бабамыздың еске алып, Құран бағыштап дегендей мероприятие өтіп жатыр. Енді мен айтайын дегенім осындай біздің даналарымызды ел ұмытпау керек. Әйтеке өз заманында жан жақты білім алған дейді. Ұлықбек медресесінде оқып, араб, парсы, шағатай, өзбек, түрік тілін меңгеріп, Самарқанның мұсылмандық мешіттерінде оқып, Темірдің, Ұлықбектің, Жалаңтөстің ел басқарудағы саясатымен танысқан. Мемлекет қайраткері атанып, елінің келешегін ойлаған кемеңгерді, сондықтан да әділ сөздің алдаспан атаса керек. Біріккен жағдайда үлкен шара өткізіп жатыр. Осы шараға да үлесіміз қосамыз деп, әділ сөздің алдаспаны Әйтеке би деген 32 баспа табақты үлкен көлемді кітапты осы кеше ғана осы жарыққа шығарып, Алматыда баспадан жарыққа шығарып осы жаққа жібердік. Онда сонау тұңғыш кірпіш қаланған күннен бастап бүгінге дейінгі көптеген мына үлес қосқан, осы кешенеге үлес қосқан, жалпы демеушілік жасаған барлық кісілердің мақалалары, сондай-ақ тек Әйтеке бидің қорының емес, Төле би, Қазыбек би, қоғамдық қорлардың төрағалары бәрі мақалалары топтастырылған жалпы көлемді кітап болып жатыр. Айналасы мұнтаздай таза кесенеге Науаи облысының әкімдігімен қандас бауырлар күтіп қарап отыр. Жиынға келген қонақтар осыны ескере отырып, ағайындарға алғыс білдірді. Екі елдің арасындағы достық қарым-қатынасқа қаяу түспесін деп, ақжарма тілегін жеткізді. Сүйегі Нұрата тауларының етегінде жатыр екен деп біз баяғыдан естетіміз. Бүгін міне өзіміз келіп осыны көріп тұрмыз, куәсі болып тұрмыз. Осындағы қазақ ағайындарға үлкен рахмет. Кесенені сондай әдемілеп ремонтта бір Самарқанның Регистанынан кем болмайтындай қылып істеп қойыпты кесенені. Со Әйтеке би бабамыздың әруағы әрдайым қолдап қорғап жүре берсін біздерді. Мына екі халықтың, екі мемлекеттің ортасындағы Өзбекстан мен Қазақстандағы Өзбекстан халықтарының ынтымағы арылмасын, бірліктері жоғалмасын. Әрқашанда аман болайық, бар болайық. Қазақ қай жерде жүрсе де қазақ. Біз сіздерді жақсы көреміз. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Әрине қазақ-өзбек достығының бір куәсі, оның үстіне ең бастысы біздің егемендік алғанымыздың жақсы жақтарының бүгін жетістіктері деп ойлаймын. Сол үшін бұл атамызға келіп зиярат ету көптен бері менің жоспарымда бар еді. Алла бүгін сәтін сатып келіп отырмын, ешқандай өкінбеймін, қуаныштымын. Осындай ер қадірін ер біледі, зер қадірін зергер біледі дегендей осындай ерлеріміздің ел үшін еңіреп өткен осылардың қадірін біліп, осылардың рухы шат бола берсін. Біз әрқашан осы ерлердің қадірін біліп, тірілеріміздің қадірін біліп жүре берейік. Өзбек қазақ достығы мәңгілік болсын.
жаңабай Айдарұлы бұл кісі өте жаңағы жігерлі, өзінің жігерін тек жақсылыққа жұмсайтын сондай азамат. Намысшылдығы, өзінің жаңағы өзіне деген, ұлтына деген сүйіспеншілігінің дәлелі, киіз үй әкеліп құрып, оны безендіріп, оны барлық жаңағы жақтарын қамтамасыз етіп, ине жібіне шейін ойлап, міне бүгін құрған екен, ол құтты болсын. Халқымыз үшін үлкен қызмет қылған кісілер. Жақсының аты қалады, ғалымның қаты қалады дейді. Бұл кісінің аты да, қаты да қалған. Әйтеке бидің кесенесін құруда екі елдің басшылары үлкен қызмет қылды. Соның ішінде мынау Дауытбек Тұрсынбеков, одан кейін мына Шахарбек Усманов деген кісілер тікелей басшылығыменен, тікелей солардың араласуымен осы кесене құрылды. Қазір күніге мың санда адамдар келіп бұл жерді зиярат қылады. Көрші елдің туризм саласына жауаптылардың мәліметінше Әйтеке бидің кесенесіне жыл сайын 7-8 мыңдай зиярат етуші келеді екен. Осындай үлкен айтулы шаралар келуші туристер санын тағы да ұлғайтары анық. Халықаралық жиынға Қазақстанның Өзбекстандағы өкілетті елшісі Бейбіт Атамқұлов та арнайы келіп қатысты. Ежелден басталған ортақ тарих, қазіргі атқарылып жатқан жұмыстар жайлы баяндап, қазақ-өзбек достығы нығая берсін деп халықаралық басқосудағы ұйымдастырушыларға алғыс білдірді. Кіші жүздің ғана емес, исі қазақтың ардақ тұтар биінің мерейтойына тек саяси қайраткерлер ғана емес, өнер ұжымы да барып, әуезді әнімен жиналғандарды сүйсінтті. Спорттан, айтыстан халықаралық шара өтіп, дала данышпандары тақырыбымен тарихи танымдық конференция ұйымдастырылды. Арайлым Әпсағат, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.